Түркиялық бұл қанішердің аты жөні Явуз Япычоғлы. 1994-2002 жылдары, яғни 8 жыл ішінде 43 адамның өмірін жалмаған. Құрбандарының бәрін бұрауышпен, орысша айтқанда отверткамен өлтіретін болыпты. Қылмыстарын Стамбул, Анкара, Чорлу және Адана қалаларында жасаған. Бірақ ол адамдарды жай барақат өлтіріп жүрмеген. Түрік сақшылары оны 4 рет құрықтаған. Алайда ол қисынсыз себептермен бостандыққа шығып кете беріпті. Толығырақ видео барысында айтамын. Ал қазір қылмыстарына нақты тоқталайық. Бірінші қылмысын 1994 жылы Стамбулда жасайды. 27 жастағы Явузға көрші қыздың амандасқаны ұнамай қалған. Үстіне мысқылдап тұр деп ойлаған ол, бойжеткенге тарпа бас салып бұрауышпен ұра бастайды. Көмек сұраған қызға 3 көршісі араша болуға келген. Бірақ қанішер олардың бәрін өлтіріп тастайды. Яғни бір мезетте 4 адам мерт болды. Явуз құрықталғанымен, оны жазалау мүмкін болмады. Себебі оның ақыл есі сау емес деп танылып, психиатриялық емханаға тоғытылған. Бірақ бірнеше айдан кейін емханадан шығып кетеді. Сосын шыққан бойда Стамбулда 2 адамды өлтіріп, Адана қаласына қашып кеткен. Ал Аданада тағы да 3 адамның түбіне жетеді. Сосын Анкара қаласында 2 адамды айуандықпен өлтіріп, кезекті рет ұсталып қалған. Ол тағы да психиатриялық емханаға тоғытылады. Қызықты жайт, ол дәрігерлерден өзін Иса Мәсіх деп атауды талап ететін болыпты. 4 жылдан кейін айықты деп танылып, 1998 жылы емханадан шыққан бойда бельгиялық туристті өлтіреді. Нәтижесінде ол тағы да шындықханаға тоғытылып, 2 жылдан кейін, яғни 2000 жылы бостандыққа шығады. Сөйтіп Адана қаласындағы әжесінің үйін күнелтеді. Бірақ 3 күннен кейін әжесін айуандықпен өлтіріп, 4-ші рет шындықханаға тоғытылған. 2 жылдан кейін кезекті рет сау деп танылып еркіндікке шыққан соң, Чорлу қаласындағы ағасының үйіне қоныстанады. Бірақ 24 желтоқсан күні бірден 3 адамды бұрауышпен өлтіріп тастайды. Сосын жергілікті мешітке баса көктеп кіріп, бұрауышпен имамға шабуыл жасайды. Бірақ жамағат араласып имамды құтқарып қалған. Ал Явузды құрықтап сақшыларға тапсырыпты. Тергеу барысында ол 8 жыл ішінде 43 адамды өлтіргенін мойындайды. Бірақ сақшылар 18 қылмысты ғана дәлелдей алды. Сот барысында ол қисынсыз қылықтар жасайды, шешінеді, жылайды. Бірақ кезекті рет жындыханаға жіберуге соттың дәті бармаған. Себебі имамға жасаған шабуылы қоғамда ерекше резонанс туғызған болатын. Сондықтан ақыл иесі сау еместігі жайлы шешімдердің күші жойылды. 2003 жылы 36 жастағы Явуз Япычоғлы 64 жылға бас бостандығынан айырылды. Яғни тірі болса 2067 жылы 100 жасында бостандыққа шығады екен. Алдағы уақытта шығатын видеоларды өткізіп алмас үшін парақшаға жазылып қойыңыздар. Сондай-ақ лүпіл басып, пікір жазуды ұмытпағайсыздар.